Ассалаумағалейкум қазақтар. Менде бір кісілер біздің қазақ әскеріміз туралы сұрайды. Мен сол жауаппен айтқым келеді, соны әңгімелескім келеді. Голланд бектеріне біздің қазақ әскерімізді шақырайын деп жатырмын, жіберейін деп жатырмын. Қалай қарайсыз деп сұрап жатыр ғой. Мен ойымша бұл өте жақсы. Соғысқа жіберуіміз тек қана мынандай, бірақ мен ойымша мына шетелге соғысқа қақтығысқа жіберу тек қана мына еріктілерді ғана жіберу керек. Тағы да ғасырлар бойы біздің қазақ армиямызда қазақ халыққа мынандай батырлар рухы, жауынгердің рухы әдейі сөндірілген. Ол не үшін? Қазақтар ешқашан бас көтермеу үшін. Өйткені біздің қазақ әскеріміз, қазақ батырларымыз жорыққа шыққан кезде бүкіл әлем мынандай үрейден дірілдеген. Сондықтан қазіргіде әдейі қазіргіде емес, бірнеше ғасырлар бойы мына қазақтың рухы, батырлар рухы сөндірілген, әдейі жасаған. Бірақ біз қайтадан мына қазақтың батырлар рухы көтеруіміз керек. Қазіргіде өкінішке орай, қазіргіде мына Қазақстан армиямызды сіз көрдіңіз 2016 жылы мысалы қолдан жасаған қанды арандатушылық боевиктер неге әскери бөлімшеге шабуыл жасағанын, сол себептен сол кезде қазақ жауынгерлер мен офицерлер дәретхана терезесінен қашып кетті. Мен ойымша бұл дұрыс емес. Тағы да біз не көрдік? Біз мынандай Жамбыл, Арыс пен әскери қоймаларда мен ойымша көптеген сарапшылар айтады, диверсия жасағанын. Оны жасаған кезде көптеген қазақ жауынгер қорықты, шошып кетті. Бірақ бұл біздің сарбаздарының қорқақтығынан емес, бұл біздің сарбаздар, жауынгер мынандай соғысты, ұрысты тәжірибесінің жоқтығынан. Олар мынандай оқтың ысқырығы естіген, мынандай снарядтың жарылған көрмеген, мына соғысты көрмеген, сол себептен олар мына не дегені білмейді. Мен ойымша сол себептен біздің қазақ әскеріміз мына соғысты қақтығысты қатысу керек. Тағы да олар соғыстан келгеннен кейін біздің қазақ әскеріміз өзінің қазақ армиямыздың негізін мына ядро, мына өзегін құрау керек. Осыны қызмет атқару керек. Қазақ әскеріміз, жауынгеріміз өз қазақ армиямызды үйрету керек, қалай соғыста болу керек деп үйрету керек біздің жас сарбаздарымызды. Оны кім төлейді? Біздің қазақтың жауынгер соғысқа баратын кезде кім төлеу керек? Мен ойымша ол халықаралық ұйымдар төлеу керек. Бұл сияқты, ООН сияқты, мынандай тағы басқалар ұйымдар төлеу керек. Бірақ мына біздің шетелдік баратын қақтығыстарға біздің қазақстандық сарбаздарымызда оларға ақша көп төлеу керек. Біз оларға мына ақша көп төлеу керек, біз сұрауымыз керек олар халықаралық ұйымдардан. Тағы да менде бір сұрап қояды кісілер, сіз қалай қарайсыз? Мына біздің Қазақстан кәсіби армиямыз құруымыз керек па, немесе әскерге шақырушыларына алып тастауымыз керек па дейді. Анандай срочный служба не барады ғой. Мен жақында бір ресейлік әскери сарапшыны тыңдадым, қарадым интернет ғаламтор арқылы. Оның айтуынша Қазақстанның армиясында 40 мың
сарбаз бар. Егер мына 40 мың сарбаз жауынгер, қазақстандық офицерлер мен жауынгер болса, бұл өте аз. Өте аз. Тағы да біреулер Қазақстанның кәсіби армиясы құру керек деп шақырады деп, оны осы бюджетпен салаға жұмсалып жатқан осы бюджетпен, кішкентай бюджетпен біз тек қана 5 мың немесе тіпті 3 мың кәсіби жауынгер армиямыз жасай аламыз, құра аламыз. Бұл армия емес. Бұл мемлекеттің армиямыз емес. Бұл күзетші полк. Осындай үлкен мынаны кен дала, осындай қазақтың жерімізді қорғай алмаймыз біз. Біз керісінше біз өзіміздің әскерімізді көбейтуіміз керек. Бір апта ішінде егер сырттан шабуыл жасалған жағдайда біз 500 мыңнан бастап миллионға дейін жауынгер жинауымыз керек армиямызда. Ал бізге қазір не дейді? Бізде кейбіреу біздің қазақ армиямызды қысқартуымыз керек деп айтып отыр ғой, шақырады. Мен ойымша ол дұрыс емес. Тағы да қандай пікірім бар менде осы тақырыппен. Біздің қазақ әскерімізде қазақ әйелдер шақыруымыз керек. Сіз білесіз ғой, біздің ұлы патша, ежелгі уақытта ұлы патша Томирис мынандай естігенсіздер ғой, білесіздер ғой. Өзіміздің ежелгі уақытта өзі қазақ қасиет, қазақ жерімізді қорғады армиямыздың бірге. Сол себептен осы мен пікірін айтқым келеді. Сіз қалай қарайсыз? Түсініктемелерді астына жазыңыз. Сыртқа мынандай голланд бектелеріне, тағы басқа қақтығысқа біздің қазақ әскерімізді жіберсең, біреулер айтады, ой, біздің қазақтың жауынгердің қаза тапқандардың болады, мынандай қаза тапқандардың болады, тағы да жарақат алған болады. Оны дұрыс емес деп. Болады өкінішке орай. Бірақ көп емес. Бізде жолдарымызда 10 мыңдаған адам бекер мынандай қаза табады. Сонда сіз қалай қарайсыз? Осы тақырыпта қалай қарайсыз? Өзің пікіріңіз жазыңыз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.